Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде 20-шы сабақ артикльдер туралы түсіндіріп өтемін. Жалпы артикльді дегеніміз не үшін қолданады? Артикль бұл бірден көзге түсетін ағылшын тіліндегі айырмашылық. Яғни ағылшынша сөздерді сіздер уже оқып бастаған болсаңыздар, бірден алдында артикльдердің мынау a, n және z деген артикльдердің тұрғанын көресіздер. Олар не деп ойлауларыңыз мүмкін? Олардың міндеті бар, яғни белгілі бір тақырып туралы не болмаса зат туралы жалпы барлығы туралы айтып отырғанымызды көрсету үшін, және бірінші жағдайда біз an артиклін қолданамыз, ал екінші жағдайда z-ні қолданамыз, яғни белгісіз жағдайда an-ді қолдансақ, белгілі жағдайда z-ні қолданамыз. Және сөйлемде осындай функцияны атқаратын зат есімнің не болмаса бір сөздің алдында тұрады бұл артикльдер. Біз бұл бөлімде тек артикльдердің қолдануын ағылшын тілін жаңадан бастаушыларға қарапайым түрінде түсінікті қылып айтып өтемін. Бірақ ары қарай сіздер егер күрделірек ағылшын тілін үйренгілеріңіз келсе, онда болашақта кішкене қиындау материалдар, видео материалдар болады. Енді белгісіз және белгілі артикльдер зат есімдердің жанында болған кезде қалай жазылады, солай да қарастырайық. Жаңа айтып өткендей, неопределенный дегеніміз белгісіз артикль, ол a және n-ді қолданамыз. a-ді біз дауыссыз әріптен басталып тұрған сөздердің алдында қолдансақ, n-ді дауыстыдан басталатын сөздердің алдында қолданамыз. Мысалы, apple, алма деген сөз дауысты a, apple-ден басталып тұр, сол үшін оның алдына an apple деп қоямыз. Ал определенный белгілі артикль дегеніміз ол z, белгілі бір сөздердің алдында қолданылады. a немесе n деген белгісіз артиклін қандай кезде қолданыламыз? Бір тал, единственное число, яғни жалғыз өзі және жекеше түрде тұрған заттардың сөздердің алдына қолданамыз. Мысалы, take a pen, not two pens. Take a pen дегеніміз, pen дегеніміз қалам, ручка. Take деген алу, мына ручканы ал дейді. Екі ручка емес, not two pens. Екі ручка емес, мынау бір ручканы ал. Бір деген сөзді қолданудың орнына біз мұнда a деген артикльді қолдансақ болады. Ары қарай абстрактный существительный және определение болған кезде қолданылады. Мысалы, we live a quiet life. Мы живем тихую жизнь, қазақша аударған кезде біз тыныш өмірді сүріп жатырмыз дейді. Өмір тыныш, яғни зат есімнің алдында қандай деген сұраққа жауап беретін определение екеуі қосылып келген кезде соның алдында қолданылады. Қандай зат есім деген зат есім, оның алдында қандай деген сұраққа жауап беретін сөз болса, анықтауыш екеуі бірге тұрған кезде a-ді қолданыламыз. Ары қарай неопределенные порции неисчисляемого, яғни саналмайтын сан есімдер, саналмайтын зат есімдерде қолданыламыз. Яғни, мысалы, cup of tea дегеніміз бір кружка чай деген сөз, бір кружка, бір шыны шай деген сөз. Мысалы, шай сұйық болғандықтан саналмайды. Сол үшін саналмайтын сөздердің алдында a деген артикльді қолданамыз. Мына жерде сөз, мысалы, please give me a cup of tea. Өтінемін, маған бір шыны шай бересіз бе дейді. После прилагательных со словами, яғни мынау прилагательный деген сын есім, мынау сын есімдерден кейін қолданылады. So, as, to деген осы нәрселер алдында келсе, онда сын есімнің алдында міндетті түрде мынау a немесе n деген артикль қолданылады. Мысалы, too important a question. Өте маңызды сұрақ дейді, question дегеніміз сұрақ. Ары қарай сочетание, яғни a few, a little, a lot of деген осы сөз құрылыстарында қолданылады. A few дегеніміз жалпы бізде біраз дегенді білдіреді. Few-ді саналатын заттарға қолдансақ, little-ді саналмайтын нәрселерге қолданамыз. A lot of деген өте көп деген сөз. Және бұлар белгілі уже заранее жазылып қойған өзгермейтін ережелер. Сол кезде осы сөздердің алдында a міндетті түрде жазылады, оны сіз өзгерте алмайсыз. Бұл ағылшын тіліндегі қатып қалған ереже. Мысал, I'd like to say a few words. Мен біраз кішкене сөз айтқым келеді дейді. A few words, просто few words деп айта алмаймыз. A few бірге жүреді, өйткені екеуі уже белгіленген біраз деген қатып қалған ереже.
келесі қолданылады қандай кезде? Существительные со словами, яғни зат есімдер. Мынау сөздер қасында бар келсе, зат есімнің алдында тұратын осы сөздердің зат есімнің алдында қолданылады. Such, quiet, razor деген сөздер. Such дегеніміз сондай, дәл солай, сол сияқты. Quiet дегеніміз жеткілікті. Razor дегеніміз оның орнына чем лучше, чем больше, чем деген сөздердің мағынасын білдіреді. Мысалы, he is such a young man. Ол сондай жас адам, жас ер кісі дейді, иә. Жас немесе жас жігіт. Such a young man дегеніміз сондай бір дегенді білдіреді. Such деген сөзден кейін міндетті түрде a артиклін қоямыз. Және a деген артиклді первый раз в тексте, яғни белгілі бір мәтінде бірінші рет айтылып тұрған кез келген сөз зат есімнің алдында қолданылады. I see a dog. I see дегеніміз мен көріп тұрмын. Dog дегеніміз ит. Мен итті көріп тұрмын дейді. Бұл мәтінде dog, ит деген сөз бірінші рет қолданып тұр, яғни ол сөздің алдында a деген артиклді қолданамыз. Екінші рет тағы да ит деген сөз келген кезде уже the деген артиклді қолданамыз. The dog was hungry. Иттің қарны аш еді. Мен итті көріп тұрмын, ол иттің қарны аш еді дейді. Разницасын түсінді деген ойдамын. Келесі, неопределенный предмет, белгісіз зат. Қандай зат екен? Ол қызыл ма, көк па, бір штук тұр ма, қай жерде тұр? Белгісіз қандай зат екен? Белгісіз болған кезде просто a деген артиклді қолданамыз. Give me a book, not a pen. Маған кітап бер. Маған қалам емес, кітап бер дейді. Қандай кітап? Кітаптың аты қандай, түрі қандай, түсі қандай? Айтылмаған, просто кітап. Неопределенный вещь, неопределенный зат болған кезде осы a деген артиклді қолданамыз. Один из класса предметов. Мынау нәрсені бағана айттым, айтпадым, тағы да айта салайын. Белгілі бір заттардың немесе объект, субъекттардың ішінде өзі жалғыз болып тұрған кезде айтылады. I am a student. Мен студентпін деген кезде қолданылады. Бүгінге осы an артиклі жеткілікті. Келесі сабақта мен the артиклін уже түсіндіремін және қандай кезде қолданылатынын түсіндіріп өтемін. Келесі сабақта кездескенше see you soon.